Кеш қайырлы болсын ағайын, назарыңызға Жамбыл рахматулла. Мына экологияға байланысты сауалдарым бар еді. Мына қақ ортада көріп тұрсыздар ғой, от лаулап жатыр. Түн болса да көрініп тұр қазір. Мына түтіні де көрініп тұр шығып жатқан. Бұл біздің Хантағыдан әуежайға Созаққа қарай жүріп кететін жолдағы қоқысханамыз, қоймамыз былай айтқанда. Сол өткенде жанып, күндізгі түсірілімінде көрсем, қырды жағып жерген еді. Кеуіп тұрған шөптің бәрін жағып жерген болатын. Әкімдікте хабардар, одан барып қызметкерлерін жүгіп тұрып, күрекпен сөндірген болатын. Мына жерде қоқысты алған мердігер, қоқысхананы алған мердігер, қоқысты қайта өңдеу үшін қызметкерлер керек қой, қызметкерлерге ақша төлеу керек. Сол ақшасын алып, бөлінген ақшаны алып, қызметкерлер жалдамай, осылайына экологияны бұзып жатыр. Күндіз түні қарасаң өрт болады да тұрады. Қоятын шығар дейм, қоймайды мыналар. Өткенде қырды жағып жүрді, ол кезде де үндеген жоқпын. Қазір қарасам өршіп тұр. Мына Серік Төлегенов, төтенше жағдай бөлімінің басшысы, және Нұрболат деген облыс бойынша, Түркістан облысы бойынша экология департаментінің басшысы. Алатындарында алып қойып, үндемей отырсыңдар ма? Мен ғана көріп тұрған жоқпын ғой. Бүкіл қала қырдан былай қарайтын болсаңдар, қазір көрініп тұр ғой. Не сұмдық, мынау күндіз түн жанатта тұрады. Қайта өңдеуге жұмсалған қаражат қайда? Мемлекеттің қаражаты, біздің қоқысханаға төлеп жатқан қаржымыз қайда? Қызметкерлер жұмысшыларды алмай, осылай қоқысты қайта өңдемей, қоқыстың бәрін алады да жаға береді. Экологияға залал келіп жатқан жоқ па? Осыны қадағалайтын Нұрболат. Қайда қарап отырсың? Түркістан облысында отырмын, Кентауда не отқан білмеймін дейсің ба? Қызметкерлерің бар ғой осында тұратын. Бәрі біледі ғой, бәрін көріп, бәрін естіп отырсыңдар. Көз жұмып, немене ауыздарың жауып отырсыңдар? Сөйлесеңдерші, айтсаңдаршы, жаға беруге болмайды, экологияны құртып жатсыңдар деп. Мына ауаның тазалығын, қоршаған ортаны, табиғатты сақтап қорғаудың орнына отырсыңдар. Қоршаған ортаға, табиғатқа мән бермей, қорғамай, тікелей міндеттеріңді атқармай. Тиісті шарасын көріңіз. Жаңағы облыстың прокуроры, жаңағы экология департамент басшысы Нұрболат. Серік Төлегенов, ұйықтап отыра бермейміз. Лаулап жатыр. Тиісті шарасын көріңдер. Байланыста боламыз. Жамбыл рахматулла жөнім. Мінеки әлі лаулап тұр, қып-қызыл болып жанып тұр. Түтінінде көріп жатырмыз қазір Түркістанның бағытына кетіп жатқанын.